Брат, электромопед алуға стоит па или не стоит па? Қазір мен плюстары мен минустарын айта кетем, и өзіңіз комментарияда сосын жазып кетіңіз, алатын едіңіз ба или жоқ па. Электромопедтер, олар да обычный мопедтер сияқты, көліктер сияқты, олардың бағалары әртүрлі. Арзан мопедтер бар, қымбат электромопедтер. Мен арзан мопедті уже тест жасадым, міне ютубта обзорда көрсеңіз болады. Арзан электромопед бағасы примерно 250, 350, 500 мыңға дейін жетеді біздің нарықта. Енді арзан электромопедтің плюсы тып-тыныш, ешкімге ыңғайсыз ұрытпайсың, шу жағынан любой жерге кіресіз, даже кейде тротуармен жүрсеңдер, елдер ештеңке айтпайды екен, бүйтіп қарайды, сосын дейді, типа электро екен ау деп, басқаша тып-тыныш, любой жерде өтіп кетесің, ЖК-ларға кірсең ештеңе саған айтпайды, андай май ауыстыру деген жоқ, бензин құймайсың, просто зарядтайсың и все. Бірақ бұл жерде уже осы плюстармен ол аяқталады. Енді минустар. Ең бірінші минус бюджетный электромопедтерде, арзан электромопед, электровелосипедтерде разгон, жылдамдықты алу очень медленный разгон. Сен газды басасын, былай жаймен, былай таспақа сияқты жылдамдық алады. Мен мысалы өзім великпен 2-3 есе одан да тезірек разгонды аламын да. Очень медленный разгон, бұл өте қауіпті бір жағынан, қалада қауіпті болады, себебі сен бір жерде бұрылған кезде, бір маневр жасаған кезде машиналар артыңда сені тақалып алады, сен не автобустарда обгон жасай алмайсың, не бір перекресткаларда былай өте алмайсың, балық сияқты жүре алмайсың, бұл шустрить етіп, сен машиналарға кедергі келтіресің. Хорошо, что кешен аргүні мен осы шоуды жасадым, біздің Алматыдағы водительдер 90% нормальныйлар да, көбі маған сигнал бермеді. Егер мен басқа адам электромопедпен жүрсем, арзан менің миымды аштатын еді, әрқайсымен ерегесіп соғысып шығатын. Сол үшін өте ыңғайсыз екен. Разгон просто туфтовый разгон. Арзан электромопедтерде. Қымбат электромопедтерде базар жоқ, оларда разгон тез, бірақ қымбат электромопедтер уже миллионнан жоғары тұрады. Миллион жарым, 2 миллион тұрады, мысалы, мынандай мопедтер, электромопедтер мықтылы. Біздің мысалы елдегі елдер айтады да, типа, мен не істеймін, 1,5-2 миллионға электромопед алғанша уже өзіме машина или мықты мотоцикл алмаймын дейді да. Бірақ ол да бір жағынан дұрыс. То есть мықты электромопедтер базар жоқ жүреді, бірақ даже мынандай мықты электромопедтер, олардың жүретін мынандай скорості нелері біздің обычный М8 сияқты да 200-300 мың тұратын. То есть енді білмеймін, электромопедтер бізге енді қашан келетін нарыққа, потому что мынау арзан электромопедтің разгоны нашар, қашықтығы, сколько расстояние проезжает. Мен өткен расстояние 25 километр жүріп берді. Может быть, енді мықты бір сапада партияда келсе, может быть 30 километр жүріп беретін шығар, максимум 35 километр. 35 километр расстояние жүріп береді, максимальный скорость 35, 40-қа дейін может апарады. Заряд азайған кезде максималкасы вообще 10-ға түсіп қалады, 10 километр в час.